ақштағы құлдық қалай жойылды? Трансатлантикалық құл саудасының қалыптасуы. Африкада жұмыс күшінің құлдығы еуропалықтар келгенге дейін де болған. Американың еуропалық отарлауы күшейген сайын арзан жұмыс күшіне деген қажеттілік артты. Үндістердің қарсылығы мен ауруға байланысты құлдық еңбегін тиімді пайдалану мүмкін емес еді. Африка тайпалары соғыс кезінде тұтқындаған жауларын еуропалықтарға сатты. Құлдарды қиын жағдайда Атлант мұхиты арқылы Америкаға жеткізіп отырды. Құлдық көптеген африкалық және американдық колониялар үшін экономикалық негіз болды. Құл саудасы үшбұрышты деп аталатын Еуропа-Африка-Америка сауда жолының бір бөлігі болды. Еуропалықтар Африкаға тауарларды әкеліп, құлдарға айырбастап, Америкаға сатып, сол жерден ауыл шаруашылығы өнімдерін алып кетті. ақштағы құлдық. 1619 жылы африкалық құлдарды тасымалдаған алғашқы кеме Вирджинияға келді. Құлдық оңтүстік штаттарда таралып, осында ауыл шаруашылығы дамыды. 19 ғасырдың басынан бастап құлдықты жою қозғалысы аболиционизм күшейді. 1807 жылы Америка құрама штаттарына құлдарды әкелуге тыйым салынды, бірақ ішкі құлдық сақталып қалды. 1830-1861 жылдары аралығында жерасты темір жолы арқылы 60 мыңнан астам құл солтүстікке қашты. 1850 жылы қашқын құлдар туралы заң қабылданып, құлдарға бақылау күшейтілді. 1859 жылы фермер Джон Браун құлдыққа қарсы көтеріліс ұйымдастырды. Аболиционистер митингтер өткізіп, мақалалар мен брошюралар жариялады, құлдыққа қарсы қоғамдар құрады. ақштағы азамат соғысының себептері мен барысы. Себептері: солтүстік өнеркәсіптік даму жолына түсіп, еркін жұмыс күшіне сүйенді. Ал оңтүстік негізінен ауыл шаруашылығымен айналысып, құл еңбегіне тәуелді болды. ақш үкіметіндегі ықпал ұзақ уақыт бойы оңтүстік плантациялық элитаның қолында болды. Солтүстікте құлдықты жоюды жақтаған қозғалыс күшейді. Ал оңтүстік құлдықты жаңа аумақтарға таратуға тырысты. 1860 жылы Авраам Линкольннің президент болуы оңтүстікте алаңдаушылық туғызды. Ол құлдыққа қарсы көзқарасымен белгілі еді. Барысы: 1861 жылы оңтүстік Каролина бастаған 11 штат ақш құрамынан шығып, конфедерацияны құрды. Алғашқы шайқас 1861 жылы 12 сәуірде Форт Самтерде басталды. Соғыс барысында солтүстік экономикалық және халықтық жағынан басым болды. 1862 жылы Линкольн құлдарды азат ету актісін қабылдады. Солтүстік армиясы 1864 жылы генерал Гранттың басшылығымен жеңіске жетіп, 1865 жылы конфедерация астанасы Ричмондты алды. Линкольн соғыс біткен соң, көп ұзамай өлтірілді. Авраам Линкольннің реформалары. Авраам Линкольн ақштың 16-шы президенті. Құлдықты жою идеясын алға тартқан алғашқы президент. Ұлттық бірлікті сақтап қалуды басты мақсат етті. Негізгі реформалары. Гомстед актісі. $10 төлеген әр азаматқа 160 акр жер берілді. 5 жыл тұрған соң, жер тегін меншікке өтті. Бұл батыс аймақтарды игеруге серпін берді. Құлдарды азат ету актісі. 1863 жылғы 1 қаңтардан бастап, бүлікші аймақтардағы барлық құлдар азат етілді. Құлдар солтүстік армиясына қосылып, соғысқа қатыса бастады. Линкольн реформалары ақштың демократиялық даму жолын түбегейлі өзгертті. Оңтүстіктің қайта құрылымдалуы мақсаты оңтүстікте бұрынғы құл иеленушілердің билігін жою. Қара нәсілділерге құқық беру. Капиталистік жүйе орнату. Жүргізген негізгі шаралары. Оңтүстікке федералдық әскерлер орналастырылды. Еркіндік алған құлдарға білім беру мақсатында тегін мектептер ашылды. Қара нәсілділерге сайлау және азаматтық құқықтар берілді. Сәтсіздіктері. Құлдарға жер берілмеді. Ку Клукс Клан сияқты ұйымдар террор арқылы қара нәсілділерді қорқытты. 1890-1910 жылдары арасында нәсілдік бөлініс заңдары қабылданып, құқықтары шектелді. Нәтижесі: қайта құрылымдау капитализмнің дамуына негіз қалады. Бірақ нәсілдік теңдік толығымен орнаған жоқ.
ақш-тың өнеркәсіптік дамуы мен капитализмнің өрлеуі. ақш минералдарға, орманға, құнарлы жерлерге бай болды. Қара нәсілділер, иммигранттар және үндістер арзан жұмыс күшін қамтамасыз етті. Әлеуметтік тосқауылдардың болмауы кәсіпкерлікке жол ашты. Шекаралас агрессор елдер болмады. Әскери шығын аз. Ірі кәсіпкерлер, корпорациялар мен трестер құрды. Мұнай, темір жол, болат өндірісі қарқынды дамыды. ақш 19 ғасыр соңында экономикалық алпауытқа айналды.